Саламатсыз құрметті студенттер, есімім Жампозин. Мен сіздерге Zoom программасы қалай жұмыс істеуді көрсетемін. Ол үшін бірінші Zoom As деген сайтқа кіреміз. Екінші зарегистрируйтесь бесплатно деген кнопканы басамыз. Басқаннан кейін мына жерге өзіміздің поштамызды жазамыз. Электрондық поштамызды жазамыз. Регистрация дейміз. Регистрация істеп болғаннан кейін біздің поштамызға хат жібереді ол. Хатты, яғни біздің жаңағы Zoom программасы активациясы сұрайды. Ол үшін біз Zoom жаңағы поштамызға кіріп жаңағы басамызда активировать учетную запись дейміз. Менде активация болғаннан кейін ол уже активация жасап болған. Сондықтан мен ештеңе істей алмаймын. Ал сіздерден жаңағы аты жөнін сұрайды, пароль сұрайды. Пароль яғни енгем 8 әріптен болу керек, үлкен бас әріп болу керек, цифр болу керек. Соның бәрін енгізесіздер. Біз жаңағы міне кіру үшін қайтып міне поштамызды жазамыз, енді жаңа паролімізді жазамыз. Міне осындай сізде лишний бетіңіз болады, лишний жаңағы Zoom программасында. Енді біз регистрация бәрін істеп болдық. Енді жаңағы Zoom программаны өзі қалай скачать етеміз. Ол үшін мен сізге интернеттен осындай пәрмен тересіздер. Сказать Zoom мне загрузить етеміз. Яғни кәдімгі бүкіл программа орнатып жүргенде орнатамыз. Орнатамыз, орнатып болғаннан кейін міне орнатылып жатыр. Енді орнатып болғаннан кейін осыны войти в деген системаны басамыз. Өзіңіздің почтаңызды жазасыз. И пароліңізді жазасыз. И enter басасыз. Ал құтты болсын, жаңағы міне Zoom программасы ашылды. Енді Zoom программасы ашылғаннан кейін әрі қарай қалай істейміз? Міне сіздің основной терезеңіз мынау. Бұла терезе жұмыс істейсіз. Енді біз конференция, чат деген бар. Чат деген біздің кәдімгі чатымыз. Конференция. Енді қазір главное керек запланировать. Міне конференция, біз жаңағы любой сабағымыз конференция ретінде жүргізіледі. Яғни біз жаңа сабағымызды алдын ала қай күні болады, қашан болады жоспарлаймыз. Ол үшін запланировать басамыз. Конференция Zoom нешесінде? Апрельде сағат 11-де дейік.
Biz programmamız, bесплатный programmamız 30 minut konferensiya жүргізуге мүмкіншілік береді. Одан кейін часовой пояс Алматы таңдадық. Saat 11 дейік. Ештеңе түстейміз. Календар, другие календарны запланировать. Алматы уақыт 12 запланировать. Міне, енді біз запланировать етіп қойдық. Енді біз жаңа оқушыларға не жібереміз? Қашан, қай уақытта болатынын жіберу үшін оларға бізге осындай сіздерге осындай окошко ашылып тұр. Яғни ол жерде мен сіздерді жаңа конференцияға қатысуға шақырамыз дейміз. Деп сіздерге сообщение жібергенде жібересіз. Ол үшін біз мынаны копировать ете алмаймыз. Сондықтан копировать буфер дейміз. Сосын кез келген WhatsApp чатқа осыны барамыз да вставить етеміз. Яғни олар мына код арқылы конференцияға қатыса алады. Енді конференциямызға кірейік өзіміз. Міне конференциямыз бізде ішінде конференциямыз ашылып тұр. Міне. Енді начнешь через 5 минут. Кез келген конференцияны сіз организатор ретінде мұғалім бәрінен бұрын кіру керек. 5 минут бұрын, 10 минут бұрын кіріп дайындалып отыру керек. Сондықтан начать деп басамыз. Вводить с использованием звука компьютера. И мәжеле включить видео. Менде қараңыз, мен конференция уже бастап отырмын сіздермен. Енді бұны бастау үшін қарайсыз. Мына жерде әртүрлі функциясы бар. Демонстрация экраны бар. Қазір. Оны енді қалғанын келесі сабақта жалғастырамыз. Әзірше конференциямызды завершить етейін.